Başına bola versin, yegizlik bola versin. Заң біздер айтып жатады ғой, заңмен істелу керек деп. Заң айтып тұр ғой, жер кодексінде бәрі атап көрсетілген ғой. Трансформация жасау керек қой. Bir топтан екінші топқа, bir санаттан екінші топқа санап жерді трансформация жасау керек. Өзгерту керек деген сөз. Трансформация. Ол осыдан 40 жыл бұрын Совет үкіметінің сүйегі құрап қалған Совет үкіметінің кезінде егістік жер еді, әлі егістік жер бола береді деген сөз жоқ. Ол өзгеріске ұшырау керек жолдастар. Сіз мына елдің халықтың мүддесін көздеп соған ұсыныспен осыға шығатын жаңағы кісі қайда жер комитетіне шығатын сіз болуыңыз керек. Ал сізге не керек деген ұсыныс біздің тарапымыздан. Жаңағы қоғамдық кеңес деген округте жоқ, енді ауылдық жерде жоқ. Қоғамдық кеңестің миссиясын тұрғындардың жиналысы атқарама кездесуіміз. Тұрғындардың бүгін осының тұрғындардың жалпы жиналысы деп апарып ету керек. Осындағы айтылған ұсынысты қағаз бетіне түсіріп, мынаған барлық тиісті жерге жеткізу керек. Сөйтіп, бұл дау сіздің басыңыздан арылмайды. Сіз зейнетке шығып кетсеңіз, жаңа жас әкім келсе, соны жынды қыламыз. Өзіміз жынды өзіміз еткен болашағымыз қалай асыраған. Сондықтан бұл дау қай кезде шешіледі? Бұл дау мына елді мекеннің айналасында радиусы 5 километр жер ашылғанда, Пашниядан тазарғанда сонда шешіледі. Оны тазартудың жолы трансформация жасау. Қалай жасайсың? Салығын төлеп тұр деп атсыз, мемлекетті асырап тұр деп атсыз. Рас шығар. Бірақ ол 20 жылдан бері. Мен 20 жыл болып келгелі, жаңағы даулы осы айтылып жатқан жерлердің бәрін егілген жоқ көріп жатырмын. 20 жыл емес, 3 жылдан кейін қайтарып алуға ұсыныс жасау керек. Қайтарып алу керек. Ол тағы сіздің жұмысыңыз тұғын. Ұсыныс беруші бұл жер комиссиясына, ауданның әкіміне, облыстың әкіміне басқаға шығу сіздің жұмысыңыз. Бұл жұмыс істелмей қалған, істелмейде жатыр. Әрі қарай да істелмей. Мына жерде жай алдап, бүгінгі келген адамды алдап солап жіберіп жатырмыз. Олай болмау керек. Дұрыс тоқтамға келуіміз керек. Мынауған қайталап айтам, 17 гектар қателіктен берілген. Оның алдында екі әйелде болды, басқада болды дейсіз. 20 жыл болды, екі әйелдің істеген жоқ. Сосын қайтарып алдым дейсіз. Мыналарға неге бересіз? Неге трансформацияға жұмыс жасамадыңыз? Неге ол пастбище қайнап кетті? Айтып отырмын ғой, 5 километр жер тазармаса болмайды. Заң бойынша 5 километр болмас. Кейінгі 2016-дағы кодекс әлі күшіне енбей жатыр ғой, 2003-пен жүрміз бәлі. 3 километр радиус таза болу керек. Мал үшін. Сонда барып мынау адам мал ұстай алады. Сонда бұның малының жағдайы болады. Малының жағдайы болса, малы тоқ болса, бұл адамның да көңілі тоқ болады. Бұл адамның көңілі тоқ болса, сіздің де көңіліңіз тоқ болады. Ал мынау адам улап-шулап жүргенде, бала-шағамды қалай асырайын, малымды қалай соңында жүріп бағам деп, сіздің көңіліңіз тоқ болмайды. Сізді қызметтен кетіреді бұл адамдар. Осындай мәселемен айырылысып шешпесеңіз. Сіз бұны мені жеке араздығым жоқ, сіз бұны сыйластығыңыз білесіз. Мен сізге бір енемнен айтып тұрған жоқпын. Халықтың сөзін жеткізіп тұр. Сізді қызметтен кетіреді, сізді қызметке кету оңай шығар. Зейнеткерлігіңізге келіп тұрған шығарсыз. Бұрынғы қызметіңізбен зейнет ақысын алып жүрген шығарсыз. Ештеңеңіз меніңізге кетпеуі де мүмкін. Бірақ сіз не істедіңіз? Елдің мәселесін қалай шешіп едіңіз? Қандай қадам жасап едіңіз деген әңгіме болады. Ұят болады елді басқарған. Жауапкершілігі болады. Ал енді менің түсінбейтінім жаңағы 17 гектардың егесін шақыртып өзіміз звондап келтіре алмай тұрсыз. Ол мына біреуіне барып мен бұл жерді екпеймін деп айтты дейді, мен отказ беремін. Ол не ойыншық па? 17 гектар жерді имит ету, айтына жақтыра салу ойыншық па ол? Кім ол? Ондай адамға неге жер беріледі? Жер комиссиясы қайда істейді? Жер комиссиясы дұрыс. Қолыңыздан бермейсіз. Сіз жер комиссиясы қарамай ма? Ауданның әкімі жер комиссиясының төрағасы емес пе? Инспектор бар ма жердің несі? Bir ayda kadar. Председатель кім? Zam ба? Неше? Bir ayda ма? Bir zaten жасайды қай кезде? Ай сайын бір рет тұра ма? Жоқ, каждую неделю. Каждую неделю болды. Жұма сайын. Жұма сайын. Түстен оперативно өткенде. Ал сол жер оперативно бізде күн сайын. Тоқтайды. Сөзімді мен күн сағат тыңдатқысыз. Сол жер комиссиясы неге Шағалалы округінен болса Шағалалы селосынан жерді беруге ол бағдарлама мен алама, ол басқа мен алама беруге мәселе қараған кезде, өтініші түскен кезде ол неге әкімнен распоряжение талап етілмейді. Бұл кісі айтады, мен үйіргелік жеріне ғана берем, маған шаруам жоқ. Мен сұрамайды.
Қалай сұрамайсың ауылдың әкімінен? Иә, Қаншама иә. ауыр әңгіме айтып жатыр мына кісіге. Неге сондай ауыр әңгімені айтып тұр? Бұл ана жаққа вопросқа кірмейді. Ішінде болмайды. Жер комиссиясы Шағалалыдан жер учаскесі берілейін деп жатқан жер комиссиясының күндеріне кірген отырысына бұл кісі неге қатыспайды? Неге шақырылмайды? Ал шақырылып сол жерде бұл неге қылса бұл әкім емес. Шағалалының әкімі емес. Қатысты ма кеше мына 17 гектар бергенде? Мен жуырда Жер комиссиясында сіз барсыз ба? Жер комиссиясында тұра тұрыңыз, аяқтап шығайын. Келіспейтін соңынан айтасың. Соңынан айтасың келіспейтін жерін. Жер комиссиясы соны қарау керек, міндетті түрде ауылдың әкімі қатысу керек ол жер комиссиясының несіне. Өз округіндегі жердің несі күн тәртібіне түскен кезде осы қатысу керек. Өзінің сөзін айту керек. Өзінің сөзі емес, елдің сөзін айту керек. Елдің сөзін айту керек. Сосын жеткізу керек. Келіспеймін дейсің, келіспейтін жерін көп шығар айтарсың. 5 километр жер ашылсын деп жатыр, мен ол заңда жоқ. Бірақ 2 километрге дейін болмау керек деген бар. Бұл күшіне енбей жатыр әлі. Анау мен ауданның жер комиссиясы мәселе шешіп жатыр деп жатырмын. Анау Астанадағы жер комиссиясы түкті шешкен жоқ. 5 жылға мораторий жариялап ақырында кетті ғой. Соны менің айтайын деп тұрғаным мынау төлеу ма, төлеу ма? Келмей шақыртқанда. Келмейді. Сізді сыйламай тұр, халықты сыйламай тұр. Қайтарып алу керек жерді. Және ол жердің сол 17 гектарда екінші бір төлеусімақ алынбау керек. Оны үкімет соған шара қолдану керек. Иә. не дейтін шығар, термин аузыма түспей қалды ғой. Санатын өзгерту керек жердің. Өйткені трансформация. Шығатын жері. Жоқ, малды шығаратын жер емес ол. 5 кезек бар. Ауылда қойдың 5 кезегі бар. 5-еу 5 бағытта. 5-еу бір бағытқа шыға алмайды. Біріншіден жаңағы өзіміз айтқан мал басына есептелген жайылым жоқ. Сыймайды. Біріншіден қосылады. Шу болады, мүмкін емес. Сол сияқты гурт бар. Штабым бар. Ол да бір жаққа бір бағытқа шыға алмайды. Сондықтан жаңағы өзімнің есебімде мен сіз ана былайырақ түсініңіз, мен аты жөнін бәрін айттым. Бір данилар келдірдіңіз ғой. Мал басы қанша, округ бойынша, село бойынша қанша қасымша жетіспейді. Сол даниңізді қадір бере аласыз ба? Мен журналистер одағының мүшесі Тынбай Досбата деген кісімін. Мен журналистік зерттеу мәселесімен осымен айналысамын. Мен президент аппаратына дейін шығамын. Егеменге дейін жүрмін. Бұл мәселе қазір ашық талқылануда. Сельский округқа мен электронкамен жіберемін. Әлеуметтік желіге қайынша жерге көремін жетіп соның бәріне мен шығамын. Жаңағы даниді маған жібересіз. Қалай жіберемін дейсіз? Электронкамен сельский округқа жіберемін. Бізге жібересіз. Мен сізден аламын ба? Телефонымды берсем маған WhatsApp-қа жібермейсің ба бірден? Төлей. Андан деп жүрмеймін мен. Мен зерттеумен айналысамын. Қазір соткаға түсіріп аласаңыз бітті ғой, немене қағазда тұрған нәрсе ғой. Береді. Ол қашан қиналатын нәрсе емес қой. Болса Түсіріп алыңыз бітті, немене ол. Болды. О да ештеңе жоқ ода. Әне аяқ жағында түсіре сал. Секрет жоқ қой енді. Иә. Секрет жоқ ода. Бұл ашық нәрсе. секрет болса айтылмайды ғой. Иә. Ешқандай не жоқ. Керек етуге керек просто. Жеке өзімнен ғой айтып жатырмын. Міне осындай мәселелер жер комиссиясы арқылы ауданда қаралып жатқан кезде, қаралып жатқан кезде барып мәселелердің барлығы жан-жақты қаралып керек. Осы бізде кемшілік болып тұр. Енді шешілмейтін мәселе жоқ. Заңда бәрі қарастырылған, жаңағы сағаттан сағатқа ауыстыру деген бар нәрсе. Ол 2 жыл пайдаланбаса, 3 жыл пайдаланбаса, әрі кетсе, оны қайтарып алу жөнінде заңда көрсетілген. Ал 30 жылдан бері істемей жатыр. Неге оны 30 жыл бойы не бітірдік? Неге қайтарып алмады? Неге санатын өзгертпеді? Не мәселе қайда жатыр? Сондықтан бүгінше бұл мәселе осылай бір жеңіл-желпі шешіліп кеткен сияқты болғанымен, бұл ертең қайтадан шығады. Келесі жыл тағы шығады ғой. Келесі жыл көктем тағы айқай болады. Тарылады ма? Тағы шығады, келесі жыл тағы шығады. Сізден дейінгі әкімге Жылдағы шығады. проблема ғой. Менің Құдай біледі, коронавирустен өліп кетсем, менің баламның келеді. Әйелім келеді, туысым келеді, немерем келеді. Бұл өмірлік мәселе. Сондықтан өмірлік мәселені шешуге дұрыс қадам жасау керек. Дұрыс. Дұрыс айттыңыз. Алдап сулап жеңіл-желпі шығарып салма жасамау. Иә. Жоспарлар бар ғой сені. Қазіргі бізде күнде аяқтайын енді. Кешіріңіз, күні бойы осы 1-2 сағат тұрдық қой, сөздеріңізді бөлмей тыңдадық, не қылдық. Енді Болатқа жығылған еді. Мен бағана осы кісілер менің үйіме келді. Телефон, өзіміздің группамыз бар.
тыным жоқ. Оянбай жиналыс қатысайық, айтайық, пікірімізді айтайық, келіңіз, тыңдаңыз. Елмен халықпен біргеміз ғой не болғанда да. Мен өзім көп мал соғып емеспін. Құламаған балаға бала шағама айту керек. кемпірімнің шайының сүтіне бала шағамның көже қатығына жарайтындай ғана нем бар. Ондай бір көп мал. Бірақ ортақ ауылда бүкіліне ортақ мәселе болғасын керек. Және осыған мен бүкіл әрі қарай осы жерінде жеткізуге атсалысатын болып шешім шешінген содан тайынбаспын. Кеше әлеуметтік желіден қарадым. Қанша халық қанша мал бар екен, тани жоқ. Сол перепись населения жүрген кездегі тани тұрып интернетте жоқ. Одан бері 12 жыл. Халық кеміп жатқан болуы мүмкін. Болмаса халықтың саны бір өңірде тұруы да мүмкін. Кетіп жатыр жастар, тұрмайды ауылда, жұмыс жоқ. Проблема шашетектен. Малдың саны өсіп жатыр, өзіңіз дұрыс айттыңыз. Малдың саны өсіп жатыр. Малдың саны өсіп жатқанын көзіміз көріп отырсыз, біліп отыр. Енді 40 жыл бұрын сүйреп құрап қалған совет үкіметінің кезіндегі нені айтпай, жердің санатын айтпай. Ол санатты өзгертіп, өсірімді жағдайға ел халықты асырап отқан бәрі осының қалаған неге кетпейді. Мен неге барып балконнан қарап отырмаймын? Палатада тынығып демалып. Бәрі мал үшін малдың мәселесі шешілу керек. Малдың мәселесін шешуге нақты қадам жасау керек. Бұнымен президентіміз Тоқаевты айналысып тапсырмасын беріп қадағалап отыр. Президенттен бастап қазір действующий президенттен бастап бұл мәселеге оң көзқарас бар. Оның сол президенттің айтқанын жоғарыдағы жүзеге асыратын халыққа жағдайын шешетін президенттің оң қолы сіз үшін деген. Сондықтан сізді халық қолдайды. Кез келген нәрсеге ауданға тыңдамай жатса, сөзіміз өтпей жатса, жер комиссиясына ма, жер комитетіне ма, әкімне ма, әкімнің орынбасарына ма өтпей жатса, халық бару керек. Қолдап барамыз ба? Соған дейін бару керек болатын. Өйткені халықтың өз мәселесін шешеміз. Ал сіздің енді кеңесім, ақылым көп жүре бермейтін шығарсыз. Мұсылман емессіз ғой. Мәселесін шешіп келіп кетсінші демалсын. Қашан қашын болды? Бұлай жұмыс жасаңыз. Сіз айтасыз, мен комиссия не істемейді. Бірақ комиссияда сіз сияқты кісілер. Бұлар бәрі маман. Бұлар шешім шығарады. Комиссияның шешімі сол күнді интернетке шығарады, газетке шығарады. Оны прокуратура тексереді. КНБ тексереді. Агенттік осы мен сізді көрген жоң енді тыңдап алыңызшы мен. Сенің прокуратураң, сенің мен айтып алайын. Жоқ, шағалауының проблемасын білмейді ештеңе. Подождите, мен айтып алайын енді. Айтып алайын енді. Бұрыннан есі келмейді. Давайте былай. Оны ол кісілер біледі. Жоқ, бірақ шағаланың проблемасы ол бүкіл жерде. Ондық сауатым бар мен. Ол бүкіл жерде. Давайте былай істейік. Бізде қазір не қоғамдастық кеңесі бар ғой. Бар ма? Да, қазір мен түгел анау оны басқаратын қазір Айтжан Қазбаев. Онда соған мен сізге айтып жатқан, сіз ішіне кіріңіз, бірге болыңыз. Ертең ардагерлер қазір ондай жоқ қазір. Қоғамдық кеңес бар ма? Иә, қоғамдық жанында бар ма? Все ашылды, енді біз где-то күзде ашылды бұл. Біз ана жол қазір тек қана 9 адам қосылды ішіне. Ана жолы мен кімдермен группаға жібергенбіз, оның алдына жіберген. Оның мүшелікке сіз оны былай, жойын айтып берейін. Сіз оған қатысасыз, замы боласыз ба, или басқарасыз ба, оны өзіңіз білесіз оны. Сіз қазіргі мына елдің мәселесі сол қоғамдастықтың ішінде шешіледі. Көп нәрсе. Допустим, қазір где-то бір 20. Мен ондай кеңес жоқ деп жүрмін. Кеңес құрған болсаңыз, жұрттың атын ұстамай кеңесіңізге қатысамыз. Все, давайте солай. Сіз қатыспай болмайды бұл кісі. Келісеміз.